Құрметтісіздер, сіздермен қазір қымыжы жазып көретін болармыз. Қысқа мерзімді жоспар стандартты форматта бөліміне өтеміз. Ол үшін шырақ тулысқа өтеміз. Одан кейін қысқа мерзімді жоспар стандартты форматтаға өтеміз. Сол жерден тақырыпқа өзіңіздердің тақырыптарыңыз жазасыз. Мысалы үшін, мына жерде физика пәні болғаннан кейін Ом заңы деп жазайық. Одан кейін сабақтың мақсатын енгіземіз. Мысал үшін, Ом заңының теориялық, практикалық негізін меңгеру деген мақсаты болатын болса, ұсынылатын мәтінге осы Ом заңы туралы мәтінді енгізсеңіз болады. Мысал үшін, Ом заңы қалай дүниеге келді, оны кім ойлап тапты, тағы да басқа жағдаяттық мәтіндерді салып өтсеңіз, өте әдемі қымыжы шығады. Одан кейін теория бөліміне Ом заңының формуласын жазсаңыз да өте жақсы болады. Одан кейін сыныбына, мысал үшін 8-ші сынып деп жазып көрелік. Одан кейін физика, қазақ тілі болса, қазақ тілін, орыс тілі болса, орыс тілін, ағылшын тілі болса, ағылшын тілін таңдайсыздар. Одан кейін пәннің түріне бірізде жаратылыстану. Осы жерден бапталарды таңдап өтесіз. Мысалға, мен сөздік қорды дамыту және терминдермен жұмысты, кесте схема толтыру, практикалық жаттығуды таңдаймын. Одан кейін жұптық жұмысты таңдаймын. Содан кейін мына жерде жасау бойынша қосымша нұсқаулықтар бар. Осы жерге сіздің тапсырмаларыңыз қандай болғанын қалайсыз, соны жазып өтсеңіз болады. Одан кейін сабақ мақсаты деп тұрады. Бұл жерге кодталған сабақ мақсатын салсаңыз болады. Яғни оқу бағдарламасына сәйкес сабақ мақсаты. Одан кейін біздерде жасау батырмасын басамыз. Сосын біздерде осылай жүктеледі. Осы толық айналып біткеннен кейін біздерге 21% болды. Осы жерге 100%-ке дейін толады. Одан кейін біздерде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай көк жазумен дайын болған қымыжымыз түседі. Қымыжы жасаған кезде ескеретін бір жайт, сіздің тақырыбыңыз, мәтініңіз барлығы сабақта берілетін кітап мазмұнына сай болу керек. Егер де сіз өзіңіз жаңаша басқаша қымыз жасайтын болсаңыз да, барлығын арнайы нұсқаумен нақты түсіндіріп жазуыңыз қажет болады. Егер де қымыжыңызда көрнекіліктер аз болып қалатын болса, біздің көрнекіліктер бөлімімен толықтырып алсаңыз болады. Мына жерде міне файл скачан деп шықты. Ок батырмасын басамыз. Мына жерден обновить етеміз. Одан кейін міне мына жерде Ом заңы деп шықты. Осыған өтеміз. Өткеннен кейін Word вариантында сақталды. Міне сынып 8, тақырыбы, мақсаты. Одан кейін сабақтың мақсаты. Мына жерде тапсырмалар. Тапсырмалар біздерде өте нақты шығады. Осы міне формуласымен сіздерге көрсетіліп тұр. Егер кішкентай болып қалатын болса, суреттерін үлкейтіп қолдана берсеңіздер болады. Осыны біздерде негізінен 3 беттің көлемінде қымыжы шығады. Осы қымыжыны сіздер стандартты форматта барлығын мысал ретінде выделить етіп алып, Times New Romanға қойып, Times New Romanнан 12-ші шрифтқа қойып, өзіңіздің стандартты форматыңызға икемдеп алсаңыздар әбден болады. Міне 12-ші шрифттің өзінен біздерде 4 бет қымыжы шықты. Осылайша біздерде қымыжыны жазу үлгісі нұсқаулығы аяқталды.